Қиындықты еңсеріп, жеңіске бірге жетеміз. Бұл Нұр Отан партиясы белсенділерінің басты ұраны. 10 желтоқсан кешкі сағат 6-дан бастап сайлау науқанының үгіт-насихат кезеңі басталды. Әзірге Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалы саяси науқанға 100% дайын. Облыстық сайлау комиссиясында 632 кандидаттан тұратын партиялық тізім тіркелген. Оның ішінде 536 адам праймери жеңімпазы болса, 96 азамат партия филиалының квотасына ие болған. Әзірге облыс көлемінде сайлауалда штаб құрылып, штаб құрамына 118 азамат кірген. Олардың ішінде мәдениет, білім, ғылым, азаматтық сектор және бизнес өкілдері де бар. Өздеріңізге белгілі, алдымызда 10 қаңтар 2021 жылы мәжіліске, мәслихаттарға сайлау өткен отыр. Міне бүгін 10 желтоқсан күні бірінші күн үгіт-насихат жұмысы мына өзіміздің штабымыздың ашылуынан басталып жатыр. Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары Бейсен Тәжбаев өңіріміздегі сайлауға байланысты барлық ұйымдастырушылық және материалдық техникалық мәселелер шешіліп, белсенділер мен сенімді тұлғалардан құралған топтар дайын екенін алға тартты. Сонымен қатар штаб жанынан белсенді үгіт-насихат жұмыстарын ұйымдастыруға арналған жастар қанаты құрылған. Бұған Жас Отан жастар қанатының толық дайындықтан өткен 1000-нан астам белсенділер мен партияның жас жасақтары тартылған. Бір ескерте кететін жайт, сайлау науқаны кезінде барлық заңдылықтар назардан тыс қалмайтын болады. Бұл ретте біз барлығымыз заңнама талаптарын нақты ұстануға және осы кезеңде қандай да бір шағымдарға немесе заң бұзушылықтарға жол бермеуге тиістіміз. Партияның имиджіне нұқсан келтіретін кез келген қауіп-қатерді болдырмауымыз керек және алдын алуға міндеттіміз. Біздің барлығымыз партиямыздың осы заманғы сын-қатерлеріне батыл жауап беретін және қазақстандықтардың сеніміне лайықты нақты істер партиясы екенін осы бір ай көлемінде біз өз іс-әрекетімізден нақты көрсетуге тиіспіз. Сондықтан да қадірлі үміткерлер, қадірлі штаб мүшелері, осы үлкен саяси жауапкершілігі науқанында барлықтарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Енді Нұр Отан партиясы өңірде 80 мыңдай жуық партия мүшесін біріктірген ең үлкен құрылым күш болып табылады. Еліміздегі бұл жолғы сайлаудың ерекшелігі бірінші мәрте партиялық тізім өтейін деп отыр. Жаңа айтып өткендегідей аудан, қала, облыс және мәжіліске осы сайлаушылар партияны таңдай отырып, партияның ішіндегі үміткерлерге сенім білдіретін болады. Сондықтан біз ең негізгі өңірден шыққан мықты азаматтарды, мықты тұлғаларды партияға тартып отырмыз деп санаймыз. Ең негізгі жақта. Сондықтан да осы үлкен аталған саяси науқан барысында біз ең бастысы тұрақтылығымыздың, бірлігімізден ажырамай, осы Түркістанның, қасиетті Түркістанның салған өзі осы елдікке, бірлікке шақырған жолымен біз нақты жетістікке жетеміз және біз жеңеміз деп ойлаймын. Сондықтан баршаларыңызға сәттілік тілейміз. Осы үлкен абыройлы жауапкершілігін болысты барлығымыз бірге атқаратын боламыз. Қазіргі таңда 320 депутаттық мандаттық орынға 632 адамнан тұратын партиялық тізім жасақталған. Оның ішінде 31% әйел болса, 21% 35 жасқа дейінгі жастар, ал 83 азамат облыстық мәслихат депутаттығына кандидат. Партиялық тізім 75%-ға жаңарып, кандидаттардың орташа жасы 40 жасты құраған. 7 үміткер мәжіліске ұсынылса, жалпы Түркістан облысы бойынша 1 200 000-ға жуық сайлаушы бар. Барлығы 911 сайлау учаскесіне біріктірілген. Оған партия атынан сенім білдірілген, 2700-ге жуық азамат бекітілген. Сондай-ақ 500 000-ға жуық сайлаушыны қамтитын 4400-ге жуық іс-шаралардың желілік кестесі жасақталған.